Tauba degенimiz не? Tauba degенimiz ар-руджух дейді, яғни тілдік ұғымда қайту дегенді білдіреді. Ал енді шариғи ұғымға келген кезде негізі асылында күнәні тоқтату ғой. Сол тауба дұрыс болу үшін үш шарт бар. Егер күнә пенде мен Алланың арасында болса, мына үш шарт орындалу керек. Сол кезде ғана барып тауба дұрыс болады. Егер бұл үш шарт табылмаса, таубаңыз дұрыс емес. Бірінші, тоқтату керек. Нені? Күнәні. Істеуіміз керек? Күнәні. Біреу арақ ішеді. Тауба қылғысы келді, тоқтатады. Темекі тартады. Тауба қылғысы келді, тоқтату керек. Зинаға барып жүр. Тауба қылғысы келеді, тоқтату керек. Сондықтан таубаның бірінші шарты адам жасап жүрген күнәні тоқтату керек. Екінші шарт қандай? Екінші шарт өкіну керек. Адам жасаған күнәға не істемеу керек? Қуанбау керек. Қуанып, еске алмау керек. Пақ шіркін, қайран 25 деп бір күнәңді айтқың келіп, соны есің алып, бір масаттанып, ішіңнен бір қуанғандай болсаң, ол күнә қайта жазылады. Сондықтан адам күнәні тоқтату керек, өкіну керек. Үшінші, қайтып соны жасамауға ниет ету керек. Осы үш шарт табылған уақытта күнә не істейді? Тауба дұрыс болады. Егер бұл үш шарттың біреуі болмаса, тауба дұрыс емес. Қайта жасау керексің. Енді ғалымдарымыз айтады. Үш шартты орындады. Арада ұзақ уақыт өте ме, қысқа мерзім өте ме, күнәні қайта жасап қойды. Қайта тауба істейді. Қайта жасап қойды. Қайта тауба істейді. Таубаны тоқтатпау керек. Ал егер күнә пенде мен пенденің арасында болса, жаңағы үш шартқа бір шарт қосылып төртеу болады. Ол сол кезде ғана дұрыс болады. Мысалы, бұл кісінің көлігін ақ қойдым тартып. Үндей алмады. Соттасамайды. Шамасы жетпейді. Болды ақ қой. Енді бір күн Алла жүрегімді ашты. Намазға келдім. Намаз оқыдым. Бірақ мен күнәм бар ғой. Қандай үлкен күнәлар. Енді істеймін мен. Тәубе етуім керек. Демек, төртінші шарт, бұл кісінің затын орнына қоюым керек, кешірім сұрауым керек. Бұл кісінің затын орнына қоймайынша, бұл кісі кешпейінше, Алла бізді кешпейді. Сондықтан адамның қақы ол ауыр. Алла өзінің алдына келген пендесін қалағанын кешеп, қалағанын азаптайды, өзі біледі. Бірақ Алланың мейірімі кең. Сондықтан Алла Субхану тағала не деп жатыр? Пендем менен күдер үзбесін дейді. Ал адамның алдына келгенде, адам кешпейм, ақыретте алам десе, Алла ақыретте алып береді. Сондықтан оны Алла кешпейді, әлгі адам кешпейінше. Бұл кісі мені кеш, бауырым болды, кештім, ұмыттық өткен нәрсе ғой, қайтесіз деп. Кешпейінше Алла мені кешпейді. Маған десе қандай жақсылық жаса. Көрдіңіздер ме? Сондықтан құрметті бауырлар, үлкен күнәға міндетті түрде тауба керек. Осыны жеткізіңіздер. Таубаға келген, Құдайға бет бұрған, ақыретке дайындалған әрбір адам
істеген күнәсіне тәуба ету керек. Мен не айтқым келіп отыр? Біреулер жол салу керек болды. Сол жолдан 3 сантиметр асфальтты жеді. Бүгін намазға келді. Оразасын ұстады. Мешіт салды. Медресе салды. 100 адамды умраға жіберді. Әлгі күнәсіне тәуба етпейінше Алла оны кешірмейді. Маған десе 1000 мешіт салса да. Ол не? Жаңағы 3 сантиметр асфальттың құнын қайтару керек. Оның тәубасы сол. Ол умраға барумен кешірілмейді. Ол мешіт салумен кешірілмейді. Анан орнына қою керек. Дұрыс па? Кез келген затты. Кім қай жерден өзіне тиісті болмаған нәрсені алды, бүгін естеріңізге алып, соны орнына қойыңыздар. Аға колхоз директоры болды. Совхозды. Сол 5 жыл, 6 жыл басқарғанда 100 қойдай жеді. Мысалы, бүгін намазда ананы қайтару керек. Тәубасы сол оның. Тәуба деген сол, құрметті бауырлар. Бұл кісі менің тракторым жүргізді. Сол жұмыс істеп жүргенде ана жерден сарелканы ұрлады. Күнне 20 литр берем, 10 литрін жағады, 10 литрін құйып алады. Сөйтіп 5 жыл менде жұмыс істеді. 5 жылда күнне 10 литрден алып отырсаң қанша болады? Жарайды, 10 тонна дейік. Бүгін намазға келді, есіне түсті. Әлгі кісіге айтты, мен сіздің қолыңызда 5 жыл погрузчикте жүргенем, сонда сізден шамамен 10 тоннадай сарелкаңызды жеген екем. Бүгін соны қайтаруға келдім деп, қайтару керексің. Қайтарма бауырым, кештім десе, ол кешіледі. Кешпесе, кешілмейді. Жақсы, орнына қоясың. Сондықтан үлкен күнәға тәуба керек. Сондықтан адам не істеу керек? Күнәні ұмытпау керек, жақсылықты ұмыту керек. Ал шайтан лағнет керісінше жұмыс істейді. Күнәні ұмыттырады. Сен намаз оқисың. Жақсылық есіңе салады. Сен мешітке ремонт жасап бергесің. Сен мешіттің алдына гүл егіп бергесің. Сен мешіттің кілемін ауыстырып бергесің. Сен мешіттің жаңағы сыртын әктеп бергесің. Лампішкесін ауыстырып бергесің, жарығын. Сен жылуын төлеп бергесің. Сен газын тартып бергесің деп. Сонымен оны дандайсыздатып білесіз. Ал мұсылман адам жақсылықты ұмыту керек. Білмейді, естеген. Күнәні ұмытпау керек. Бірақ оны мақтанып еске алмау керек. Өкіну керек. Мен прокурор болып тұрғанда, аны бәленше ауданда біраз кетті ғой, не істеймін оны? Қайтару керек. Кімнің үстінен жазықсыз біреудің тапсырмасымен іс қозғадым. Бүгін сол адамның алдынан өтті. Мешіт салумен құтылып кете алмайсың. Ол сауап аласың мешіттің, ол басқа әңгіме. Ешкім оны жоққа шығамын. Медресе саласың, ол сауабын береді Құдай саған. Егер сен Құдай үшін салған болсаң, Құдайдың разылығын қалап салған болсаң, әрбір істен қандай күнәһар болма, сауап аласың сен. Бірақ үлкен күнәңа не керек? Тәуба керек. Оны ұмытпа. Студент болып жүргенде әлім жеттік жасап, мына кісінің қанша мәрте киімін шешіп алдым. Бұл әлсіз болғасын, үндей алмады маған. Бүгін намазға келдім. Бұл кісіні танимын. Мен айтам, білесің бе, екеуміз Шымкентте оқып жүрген қанша мәрте ұрғаным, сен бауырым кешірші мен. Ол кезде білмедік, надан болдық. Жоқ, аға, мен ұмытып кеттім. Замандас, ондыңыз. Мұсылманның баласымыз ғой десе, альхамдулилля, онда оның кешірілген.